Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Қазалы аграрлы-техникалық колледжінің тарих пәні оқытушысы Шыраева Жанар Зейнуллақызы. Қазақстан тарих пәні бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы мәңгілік ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. Бүгінгі сабақта біздің қарастыратын мәселелеріміз ұлттық идеяның маңызы, мәңгілік ел жалпыұлттық идеясы, ұлттық идея қабылдаудың тарихи маңызы. Отандық және халықаралық тәжірибе көрсеткендей, өзінің тарихи даму жолының әрбір кезеңінде елді біріктіруде ұлттық идея маңызды роль атқарады. Мысалы, 20 ғасырдың басында алаш идеясы өзекті еді. Жаһандану жағдайында еліміз халықаралық қатынастар жүйесінде қандай орын алды? Біз көршілерімізбен қарым-қатынасты қалай орнатамыз? Мұның бәрі жалпыұлттық идеяға және оның мазмұнына байланысты. Ұлттық идея этникалық, діни, тілдік тегіне, саяси көзқарасына қарамастан ұлттық құндылықтар арқылы елде барынша халықты ортақ мүддеге топтастыра алады. Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясы мәселесі бойынша Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2014 жылы Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында жаңа біріктіруші мәңгілік ел ұлттық идеясын ұсынды. Біздер қазақстандықтар бір халықпыз, біз үшін ортақ тағдыр, бұл біздің мәңгілік ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан деп еді. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы, бабаларымыздың арманы, егеменді дамуымыздың 22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Ұлттық идея қабылдаудың тарихи маңызы мәселесі бойынша мәңгілік ел ұлттық идеясын қабылдаудың тарихи маңызы зор болды. Елбасы барлық азаматтарға, түрлі этникалық және діни өкілдеріне бірегей ұлттық идеяны ұсынды. Ол қоғам алдындағы тұтас стратегиялық міндеттерді орындау, әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына кіру үшін халықты біріктірудің маңызды құралы мен қуатты тетігі ретінде қабылдады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының айтуынша, ұлттық идея қоғамның өзінде пісіп жетіледі, онда сырттан танылған сипат болмайды деді. Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясының негізіндегі маңызды жалпыұлттық 7 құндылық. Біріншіден, бұл Қазақстанның тәуелсіздігі мен астанасы. Екіншіден, бұл қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Үшіншіден, бұл зайырлы қоғам мен жоғары руханият. Төртіншіден, бұл индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. Бесіншіден, бұл жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Алтыншыдан, бұл тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Жетіншіден, бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігі, бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. Қорыта келе, біз мыңдаған жылдарды артқа тастап, тағдыр соқпағынан сүрінбей өтіп, мемлекеттілігіміз, тіліміз, мәдениетіміз бен жазуымызды сақтай отырып аман қалдық. Келешекте осы құндылықтарымызды ғасырлар мен мыңжылдықтар бойы жоғалтпай, мәңгілік ел идеясын болашақтың бағдаршамы ретінде ұсынатын боламыз. Ұлттық идея қоғамның өзекті мәселелерін шешуге бағытталып, ұлтпен бірге өмір сүреді. Келешекте еліміздің ұлттық идеясы заман талабына орай өзгерістермен толықтырылуы мүмкін, ал қазіргі уақытта ол халық арасында кеңінен қолдау тауып отыр. Ал олай болатын болса, біздің бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.